Қоғамдағы әлеуметтік тұрақтылық, халықтың құқықтық білімін арттыру, бюджетке түсетін салық түсімдерін бақылау, мұның бәрі мемлекеттік кірістер органдарының басты міндеттері. Екібастұз қаласы мемлекеттік кірістер басқармасының қызметкерлері де бұл мақсатты орындауға өздерінің үлестерін қосуда. Мәселен, ағымдағы жылдың 8 ай ішінде мемлекеттік бюджетке түскен салықтың мөлшері былтырғы жылмен салыстырғанда едәуір жоғары. Жалпы 2022 жылғы 8 айдың салық түсіміне тоқталатын болсақ, мемлекеттік бюджетке жалпы барлығы 148 миллиард салықтар мен түсімдер түсті. Республикалық бюджетке 116 миллиард салық түсті, жергілікті бюджетке 32,6 миллиард салық түсті, қалалық бюджетке 16,3 миллиард салық түсті. Былтырғы жылғымен салыстыратын болсақ, 2022 жылы жалпы 35 миллиардқа салық былтырғы жылмен артық түсті. Республикалық бюджетке 30 миллиард салық артық түсті былтырғы жылмен салыстырғанда, ал жергілікті бюджетке 5 миллиард салық артық түсті. Ал қалалық бюджетке 1 миллиард 900 миллиондай мөлшерде салық бюджетке артық түсті. Мемлекеттік кірістер комитеті заңды және жеке тұлғаларға 44 мемлекеттік қызмет көрсетеді. Оның ішінде 12 салықтық қызметті Екібастұздық кірістер басқармасы атқарады. Мемлекеттік қызметтің 99,8% электронды түрде қамтамасыз етілген. Айта кетейік, қазіргі таңда мемлекеттік кірістер басқармасындағы қызмет көрсету оңтайландырылған. Мәселен, кезекті алдын ала электронды брондау жүйесі де іске қосылған. Енді сіз кезекте ұзақ тұрмай уақытыңызды үнемдейсіз. Мемлекеттік кірістер басқармасында онлайн брондау 2 жолмен жасалынады. Бірінші жолы мемлекеттік кірістер комитетінің kgd.gov.kgd.kz ресми сайты арқылы. Сайттың негізгі бетінде электрондық қызметтердің бөліміне онлайн брондау қойындысын таңдайсыз. Әр қарай жеке салық номері, бизнес салық номерін енгізіп, қызметтің атауын таңдайсыз және келу күнін, уақытын таңдап жазасыз. Электрондық почта мекенжайын көрсету қажет. Содан кейін сізге мекенжайға электронды почтаңызға код хабарлама жіберіледі. Екінші жолы e-салық мобильді қосымша арқылы. Ол үшін жеке тұлға мобильді қосымшасын жүктеп аласыз. Әр қарай телефоныңызға өзіңіздің жеке салық номерін сақтап қоясыз. Әр қарай қызмет атауын таңдау, қажетті күнін, келу уақытын таңдайсыз. Қажетті түрде электрондық почтан мекен жайын жазасыз. Сізге де сол электрон мекен жайға код хабарлама жіберіледі. Салықтық бақылауға арналған тәуекелділерді басқару жүйесі Қазақстанда бірнеше жылдан бері жұмыс істейді және салық әкімшілігін жетілдіруге бағытталған. 2019 жылдан бастап елдегі барлық салық төлеушілерді санаттау енгізілді. Тәуекелдерді басқару жүйесі салық төлеушілерді салықтық міндеттемелерді еркін орындауға ынталандыру, тәуекелдің төмен деңгейі анықталған салық төлеушілерге қатысты салық бақылауын азайту мақсатында әзірленген. Тәуекелдерді басқару жүйесін қолданудың мақсаттары. Ол назарды тәуекелі жоғары салаларға шоғырландыру және қолда бар ресурстарды неғұрлым тиімді пайдалануды қамтамасыз ету болып табылады. Сонымен бірге орындалуын бақылау салық органдарын жүктелген Қазақстан Республикасының салық және өзге де заңнамасын бұзушылықтарды анықтау бойынша мүмкіндіктерді ұлғайту болып табылады. Тәуекелдердің дәрежесін бағалау салық төлеушілер ұсынған салықтық есептілік деректерін уәкілетті мемлекеттік органдардың, ұйымдардың, жергілікті атқарушы органдардың, уәкілетті тұлғалардың алынған мәліметтері, сондай-ақ салық төлеушінің қызметі туралы басқа да құжаттары және мәліметтері болып табылады.